Бүкіл апта бойында облыс бойынша қатты аяз сақталуда. 1 қаңтарда термометр бағанасы 30 градустан төмендеді. Неше күн бойы аяз күшейді. Кей жерлерде ауа температурасы -43-ке жеткен. Көптеген ескертулерге қарамастан жүргізушілер ұзақ жолға шығуды жалғастыруда. Риддер полицейлері тізгіндегілерден күн райының бұзылғанын елеуді, өмірлері мен денсаулықтарын тәуекелге қоймауды және ұзақ жолға шықпауды сұрайды. Өйткені төмен температура кезіндегі қарапайым жол жүрудің өзі жүргізушілер үшін сынаққа айналуы әбден мүмкін. Убедительная просьба. Сіздерден үлкен өтініш. Аязда қала сыртындағы жолдарға қажеттіліксіз шықпауларыңызды және жақындарыңызды, өздеріңізді тәуекелге қауіпке тікпеулеріңізді сұраймын. Көлік жүргізушілеріне жолға шығар алдында көліктің техникалық жағдайын тексеріп алу қажет. Оның қысқы мерзімге даярлығын тексеру керек. Жол жүруге қатысушылардың денсаулығы мен өмірлерін тәуекел етуге болмайды және дайындалмаған көлікпен ұзақ жолға аттануға болмайды.